Әлем 21 ғасыр манифесті ядролық қарусыз өмір сүруге шақырған саяси маңызды құжат. Вашингтонда өткен халықаралық саммитте елбасы өте құнды ұсыныстар айтқан болатын. Біз елбасымыздың соғысты тоқтату, ядролық қаруды таратпау жөнінде бастама көтерген ерекше мақтанамыз. Бұл барша адамзат үшін үлгі деп білеміз. Біздің президентіміз әлемдік өркениетті сақтап қалуды ойлайтын ұлы гуманист. Оның әлем 21 ғасыр манифесінде көтерген тың идеялары көп жылдық еңбегінің қарқын айғағы. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы 2 миллионнан астам еңбеккердің басын біріктіретін ең үлкен бұқаралық ұйым болып саналады. Ұйым әлеуметтік серіктестікті қамтамасыз ету, еңбеккерлердің құқықтарын қорғау ісінде маңызды рөл атқарып, елдің дамуына елеулі үлес қосып келеді. Дөңгелек үстелге қатысушылар жер мәселесіне қатысты да ой пікірлерін айтты. Бүгінгі Қазақстандағы болып жатқан оқиғалардан хабарсыз кісілердің осы топтарды ұйымдастырып бір мәселе шығару үшін жасаған тіркеуден ойлауға болады. Енді жерге келейік. Мына мен 33 жыл осы жерде жұмыс істеген адамым. Сол 33 жыл басшылық істеген жермен айланысқан кезде жер деген нәрсе оған егер қатынас жерге тура жаңағыдегі киіп жүрген киімің, ішіп жүрген тамағың секілді күнделікті қарамайтын болсақ, ол жер саған өнім бермейді, ол жерде ештеңе ала алмайсың. Кейбір елдер ядролық қоқан-лоққы жасаудан тайынбай, әлемдік ауқымдағы саяси тұлғалар арасында ядролық қауіпсіздікке байланысты бір жақты ұстаным болмай тұрған шақта, әлемді бейбітшілікке үндеген, терроризмді тұсаулап, адамгершілік құндылықтарды ұстануға шақырған елбасы манифесті қараусыздану мәселесіне үлкен рөл атқарары сөзсіз дейді дөңгелек үстелге қатысушылар. Бағлан Дөренбеков, Қанат Ноғайбаев, Нар Ньюс.